Армысыздар, Астана телеарнасын көрермендері, эфирде біздің ауыл. Біз қазір Павлодар облысы Баянауыл ауданы Қаражар ауылына келдік. Бұл ауылда 65 отбасы тұрады екен. Ауылдың тыныс тіршілігі жайында біздің кейіпкеріміз арқылы жақынырақ танысатын боласыздар. Сәлематсыз ба? Ой, сәлематсыздар ма? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Сәлематсыз. Әйгерім, Астана телеарнасы. Не істеп жүрсіз? Тауықтарға жем шашып, естірлігі. Тауықтарыңыз осы ғана ма, әлде көп па? Көп енді, сол шақырып жатырмын, келмей жатыр. Жан-жақта еркін жүреді ғой. Орынкүл. Енді біздің ауыл бағдарламасын көріп жүрсіз бе? Көремін. Ауыл әйелдері туралы. Сіз де ауыл әйелісіз. Осы Павлодар облысының ауыл әйелдерінің өмірі несімен өзгешеленеді? Біз соны білгіміз келеді. Бірінші киімнен бастайық. Не күндегі форма? Батыста біз қазақи киіммен жүрген көбінесе келіндерді көрдік. Оңтүстікте олар штан, сосын не киеміз дейді, халат көбінесе. Сіздер еркін жүре бересіздер. Солтүстікте біз осылай формамыз. Күнделікті жұмысы үй шаруасына ыңғайлы осылай жүре береміз. Бала-шаға бар ма? Қанша балаңыз бар? 2 балам бар. Үлкен ұлым былтыр үйленген. Сол Алматыда. Екінші балам Ақсуда студент болады. Жолдасыңыз бар ғой, иә? Бар, ол кісілер жаңа шөп науқаны ғой біз. Өздері жинайсыздар ма, әлде сатып аласыздар ма? Өздері жинайды, өздері шапты. Сіздің өміріңізді енді біз жақынырақ таныстыруымыз керек қой. Не істейсіз? Мен дермен тартам, талқан істейм. Қолдан өзіңіз тартасыз? Қолдан, иә. Торт ірімшік, қаймағым бар. бал қаймақ, сармай, бәрін қолды өзіміз жасай береміз. Табиғи өнімдер тұтынамыз дедіңіз. Ана жерде апалар жинап қапты. Апалар біздің отағасының анасы, сосын ана кісі. Кім дейсіз? Отағамыздың. Жоқ, сіз қалай атайсыз ол кісі? Мен ол кісіні мамка деп айтамын. Мамка дейсіз? Енді ол кісілер пенсиядағы кісілер. Көрші болғаннан кейін күніге араласып. Орынкүл, сіздің жаңа талқан жасайым дегеніңіз мені қызықтырып тұр. Көруге бола ма? Бірге дермен тартып. Әрине болады. Көрейікші, шынымен де бәрімізге қызық болатын сияқты. Келінгі түскеніме 30 жыл болды. Мен бұл дермен менің атамның апасының дермен екен. Біраз жыл болған. Тарихы бар дейсіз ғой әжептәуір. Енді сол ол кісілер марқұм болып кетсе де, енді балалары осыны жоғалтпай ұстап отыр екен. Енді ол кісілер өздері пайдаланбағаннан кейін мен
Сіз қашаннан бұны диірмен тартып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Қолға алғаныңызға? Диірмен тартып жүргеніме осы көктемнен бастадым. Биыл. Неге осы мысалы 30 жыл келін болып пішкеніме 30 жылдай уақыт болды дейсіз? Неге 30 жылдан кейін ғана бұл диірменді сіз қолға алғансыз? Өйткені енді не болып қалды аяқ астында? Бізде мында қазір Баянауыл орталығымызда, ауданымызда ярмарка ашып жатыр бізде. Жәрмеңке ашылды. Біз бұрын мен алдында жай қоспа ғана істейтінмін. Енді қоспаны қалаға тасып, оптам жаңағы кісілерге тапсыратынбыз. Қиын бізге қатынау солай болады. Енді мына өзіміздің ауданымызда ашылғаннан кейін мен ойладым, неге диірмен тартып, неге жент жасамасқа деп. Содан бастадым, енді Аллаға шүкір, заказдар болып жатады. Тапсырыс көп дейсіз ғой? Тойға алып жатады. Сізден басқалар бар ма жасайтын осы ауылда? Бұл ауылда жоқ. Диірмен тартатын бұл ауылдағы сіз ғана, жалғыз әйел. Жасыңыз нешеде сіздің? Мен жасым биыл сентябрьдің 3-інде 49 жасқа толдым, туған күнім болды. 50-ге таяқ қалыпсыз ғой. Тартып көрейік мынаны. Жемді саласыз мына жерге? Иә, жемді саласыз. Ауыр сияқты. Қайда түсіп отырады? Мына жерде арнайы жасап қойған. Арзаман не болып отырады. Қанша екен салмағы бұл диірменнің? Білмеймін, шамамен бір 30-40-тай болып қалды. Общий алған кезде. Міне осылай ол өмірі. Сізге шынымен қолыңыздың күшін мына жерін. Кәдімгідей бұлшықетіңіз қатты екен? Күнде бұл да ненің бір түрі ғой. Спорттың бір түрі ғой. Сонда сіз жұмыс істемейсіз ешқай жерде, е? Жоқ. Қанша жыл болды жұмыс жасамағыңызға? Жұмыс істемегеніме біраз уақыт болып қалды. Мамандығыңыз қандай? Технолог мамандығым. Қажет мамандық қой. Енді бізде ондай жұмыс орны жоқ, конечно, технолог. Бұл ауылда кімдерге жұмыс бар? Мұғалімдерге? Мұғалімдерге бар, сосын медпунктіміз бар, ДК-мыз бар, балабақшамыз бар. ДК деген неме? Мәдениет үйі? Мәдениет үйі. Мәдениет үйіміз бар. Кітапханамыз бар. Мен көрейін? Ыңғайласып отыру керек ол үшін, е? Мен бай. Бар ғой, бидая бар ғой, е? Қазір мен көтеріп салып. Жоқ, мен көтеріп қойын. Қаншалықты ауыр екен мен байқағым келіп тұр. Ойбай, одан анадан көтерсеңіз, жойып кетеді. Саған жүктер ауыр ғой? Айтып тұрмға жүктер салмағы бар. Өзіңізге тартып көрген шығарсыз? Иә, мен бала кезінде. Әжемнің қолында өскенбіз. Тартатынбыз осылай. Қақалып шашалып талқанды дейтінбіз. Жанталасып. Осы біздің ауыл бағдарламасы арқылы мен баяғы балалық шағыма қайта оралған сияқтымын. Өйткені бала кезінде мектеп жасында жасаған жұмыстардың барлығын қайталап істеп жүрмін. Көріп жүрмін, өзгерген түрлерін байқап жүрмін. Міне диірменмен де араға талай жылды салып қайта қауышып жатырмыз. Сіздің диірменіңіз бірақ ауыр екен. Иә, ауыр. Жоқ, мынадан ұста дедіңіз. Мен анашымдікті болды, бірақ жеңіл болған сияқты болды. Мына диірменнің бір отымды тұсы аяқтары болған, е? Аяқтары бар болғандықтан. Қатты белге салмақ түсті. Біздікінде болған жоқ, құртысы ғана. Жерде тұрған. Біздікі де солай. Мүмкін осы тартқанын жетер жем
Бұмен қазір не істейсіз? Талқанды? Талқанды жем қойып істеймін енді. Қант қосып, май қосып. Қазір істеп көрсетесіз? Көрсетейін. Жентке міне талқанды, бидайды қуырдыңыз, қуырғаннан кейін оны жерменмен тартып алдыңыз. Одан кейін мынандай талқан болды, е? Енді міне мынандай ұнтағы болады. Енді оған не қосамыз? Ұнтағына енді қант қосамыз, сосын май қосамыз. Енді жәрмеңкеде осылай кейбіреулер майлы жақсы көреді, кейбіреулер майы аз жақсы көреді мына жентті. Сол үшін де былай осы күйінде талқан құрғақ күйінде де сата беруге болады. Өздері жасап алады? Өздері жасап алады кісілер. Қант көп емес пе? Жоқ, көп емес. Қант қосыңыз, май қосасыз, е? Қолдың майы? Жоқ, крестьянский бар. Енеңіз бар, е? Ол кісінің жасы нешеде қазір? 78-де. Ол кісі тамақ таңдамайды. Бірақ сұйықты жақсы көреді, қою тамақтан көрі. Мен сұйық тамақ істеуге... Немі сол кісінің көңілінен шығуға тырысасыз ба? Көңілінен шығуға тырысам, әрине. Ене бағып отырған бұл ауылда келіндер көп пе? Бар. Енді көп емес, аздап бар. Енді бізде ауылда қой кезекпен бағамыз. Не жоқ па, бақтасы жоқ? Бізде бақтасы жоқ, қой кезек-кезек. Енді мен жолдасым қазір отағасы шөпте жүргеннен кейін... Шөпте отағасын қол басы емес деп бір несін айтайыз. Енді сол қой кезекке бару керек ма? Өзіңіз әкелесіз қойды? Иә, қойды алып келу керек. Масаған. Қазір алыста ма олға? Алыста енді, яны қажет. Бірге барайық онда сіздер. Көрек. Қалай барасыз? Жаяу барасыз, көлікпен барасыз? Бірнеше көліктер тұр екен ана жерде. Жоқ, мен атпен барамын. Аулаларыңыз тап-таза. Ауласып барасыздар ма, таңертең тұрып? Сіз істейсіз? Ала егер мен енді қой кезекке бару үшін атымды дайындай берейін. Атыңыз қайда? Атым қорада. Сіз атыңызды дайындай беріңіз, онда мен апалармен сөйлесе алайын. Сөйлесіп алыңыз. Сіз айтпаған жаңа атыңызды апалар айтады. Саламатсыздар. Қалдарыңыз қалай? Әжеке отырайын ба мен? Қалауқатыңыз жақсы ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Қай жақтан келген боласың? Жолың құтты болсын жаным. Астана телеарнасы, Астана қаласынан келдім. Аман бол. Осы үйдің иесісіз ғой, е? Әжесі. Осы үйдің әжесісіз. 55 жыл өтшағым осылайда. 10 бала тауып өсірген, қазір төртеуі жерде, алтауы тірі балаларына. Мына балам екінші келінім. Келінім жайлы, үйіктің қызы. О балды шық. Апалармен тұра шайдайымыз, төсеміз, сап бет. 5 жыл кетіп қалды. Тамағымды қақы болмай, жатардағы ужынымды түзек үстінде отырып Күтім жақсы дейсіз. Көріп тұр ғой, менің де көріп тұрған шығар. Шүкір Құдайға. Әуелі Құдай балаларым аман болсын. Апа, сіз не істейсіз күніңіз? Келініңіз таңертең 6-тан бастап тұрады екен. Жаңа жент жасап көрсетті, қоспа жасаймын дейді, сүттің талай біраз өнімдерін жасап, жәрмеңкеге апарып сатамын дейді. Ертең қалырады. Тыным таппайды, е? Тыным таппайды. Сіз не істейсіз? Мен осы күзетшімін. Английский замокпын. Есін алдында тұрам, крем, тамағымды береді. Оларды келген толсам, үйге ие болып отырады. 55 жыл өт жаққан жерім осы. Бір қыз болып келін болып келген бір кезде. Енді өзіміз кемпір болдым. 4 келінім бір Құдайдың берген. 4 қыз байда. Қартайдым, подружкаларым бірге өсіпте қайнаған. Бәріміз пенсионерміз. Не істейсіздер? Уақытын өткізу үшін бір-екі жиналамыз да 5-6 қатын лат ойнаймыз. Сіздер ойнайсыздар? 10 теңге 5 теңгеден. Қазір ойнамаймын, көзім жоқ. Мен ойнамағаннан бері бұларды ойнамайды.
Bir үйde bugün meni үйümde, сіздің үйде сөйтіп жүреміз. Ауыл ғой, ауыл. Не істейсіздер жаңа лат ойнаймыз дедіңіздер. Қазір ойнамайды екенсіздер. Уақыттарыңызды қалай өткізесіздер? Сериал көресіздер ме? Сериал көреміз, телевизор қараймыз. Астана көрем, Қазақстанды көрем. Түгел. Отанадан бәрін көрем. Түгел көрем. Түгел кино. Екіде бірақ ұйықтаймын. Емресі балар немере, отат. Ұрланған тағдыр көріп жатырмын, жетім жүректі көріп жатырмын. Айтыңыздаршы, бұрын енді сіздер де келін болып түстіңіздер. Сіздердің кездеріңіздегі келіндер мен қазіргі келіндердің өзгешелігі бар ма? Айырмашылығы. Қандай қазіргі келіндер жақсы ма, бұрынғы келіндер жақсы ма? Бар дедің, сен айт енді. Біз келгенде немене? Қандай айырмашылығы? Разницасы бар, газ келінде алдын үйде отырады. Барды Сіз маған айтыңыз апа. Енді біз келгенде немене? Шетін тамақ болған жоқ, киетін киім болған жоқ. Енем де болған жоқ. Атам ғана болды. Жүзге келіп қайтыс болды. Шалма қырының болып істеді. Өзім дайырка болып істедім. 12 бала таптым, аз ба? Таба бердебесін. Құдайдың берді. Алтынан қан есіміз бәріміз. 4 балам қайтыс болды. Өңгесі 4 ұл, 4 қызым бар. Мен тағайындайым, бала тақыз бар, ятпады. Содан көтерілдік. Қаражар. Сондағы бұрынғы келіндердің еңбек дейсіздер. Еңбегіміз күшті болды біздерге. Қазіргі бәрі бар, бәрі дайын, немене? Готовый. Келіндеріңізге көңіліңіз толмай отыр ма? Толады ғой құлыным. Бәрін келінім істеп жатыр ғой, бәрін келінім істеп жатыр. Мен де қалдым, мен сол келіні қарап отырмын. Келін бар ғой құлыным, 5 саусақ бірдей емес. 4 келін бар, 4 өзі 4 түрлі. Енді үй жаным менің әкелім. Өзім осы келінім ұнайды қолымда. Зейнетақыны кім жұмсайды? Алтын алқа егерім дедіңіз. Алтын алқа егерімін, зейнетақыны осыларға бердім. Карточка бар осыларда? Бердім, 55 мың пенсия алам. Мен ақшаны қайтем. Тамағым, тоқ, киімім, бүтін, төсегім жуылы, өзімді жуындырады. Құдайға шүкір. Енді ақшытамайым, ақша сендердікі не істесіңдер осы деп карточкамды бердім. Біздің ауыл өте дружный, бір семьядаймыз. Біреу қорасам, естіп отырамыз. Интернетке түседі бізді, мына спорт зал салынды. Интернет не екенін білесіз апа? Үйінде. Бәрін білем. Жоқ, апарайын деген жоқпын. Қазіргі заманның әжелері соған таң қалып отырмын. Интернет, сотканың бірінші шыққаннан ұстадым дейді. Бір-екі бала айтады маған. Ой, бағай, осы заманның кемпірлерді соткыштайдыдан қара дейді. Мені көрсетіп мен біз адам емес па? Иә. Біз өмір сүрді. Заманға сай адамы дейді ғой. Адамбыз, иә. Әжелердің әңгімесі маған қатты ұнады. Маған ренжиді, сен демалмайсың, демал балам деп. Өз-өзіңді аямайсың деп. Өз-өзіңді аямайсың деп. Атыңыз асау емес пе? Жоқ. Ай, мына етін істеспей ме? Жоқ, қорқамыз. Кеттінші. Айгер. Етіңіздің аты Айгер ма? Менен құтыламай тұрсың. Айгерің кет. Келдік, қойды қамадық. 20-дан асады. Ешкілер бар ма? Бар. 2-3 ешкіміз бар. Кішкентай лақ бар. Қой сауасыздар ма? Ешкі, қой? Ешкі сауамыз. Пісіріп, шайға құямыз. Маған суға бару керек енді. Құдықтан су әкелеміз. Қалай тасқайсың ма? Жоқ, жақсы, оңай, қазір ташке. Бұны қалай тас? Сүйрететін бар ма? Ташке бар бізде, арба. Құдық алыста ма? Жоқ, жақында. Не бітпейтін жұмыс құдай өсізді? Ауыл тірлігі, ауыл. Өмірі осымен қызық қой. Сізге қызық демес па біздің өміріміз?
Қызық, бірақ қиын. Екі үш кило. Ол екінші флягпен бар ма? Осы бір флягпен әкелеміз. Ауыр емес. Ауыр емес. Осылай кіріп жүре бересіздер, иә? Осылай сұрамайсыздар. Жоқ, біз күнде тасымаймыз. Ешкім ренжімейді. Ренжімейді. Қоршауынан есік ашық. Міне, біздің қыдық осы. Суды қазір аламыз. Не, былай түсіреміз. Не бұл, тұшы суы, иә? Иә, Шуге жарайды ғой. жарайды. Не, тез алынады. Мен мынандай қылып тұша десем былай. Жоқ, е. Жақындасың. Сонда ауылда, мысалы, неше құдық бар осында? Әр үйдің қасында бар ма, әлде әр Жоқ. бір көшеге бір құдық? Біз тұрған жер кішкене биік қой, тауға жақындау. Біз жақтан қыр жақ тастақта не шықпайды, су шықпайды. Ама осылай төменгі жақтарда құдық бар. Су шығады. А біз жақтардан қассам тас шығады. Мен ауыр. Алып көресіз бе? Құдық маған сөйлерші. Орынкүн кәдімде ауыр екен. Ауыр емес, жеңіл ғой. Сүре Күш беріңіз. керек. Сүре беріңіз. Көмектесейін ба? Қасқа. Ойбай, ай. Жоғары жаққа, аспанға көп. Сүреңіз. Тағы да. Ойбай, ай. Қорқынышты ма? Қорқынышты екен. Басын айналды ма? Болды, тартыңыз. Көтере беріңіз. Ауыр ма не? Кәдімде күш керек екен. Ой, сіз өзіңізбен мен салыстырмасыз. Маған жеңіл сияқты тез. Бай, мен кішкене ғана алдым ғой мен суды. Жетеді енді осы судың өзі сізге ауыр болып тұр ғой. Орынкүл, сіздің қиын ағыз еңбек екен. Әр ауылға барған сайын мен таң қаламын. Әйелдердің өміріне күнделікті. Әрқасыны тартып. Иә, тынымсыз ғой, тынымсыз. Екі балаңыз бар ғой сіздің. Осы ауылда көп балалы аналар көп екен да? Алтын алқа егерлері. Сізде ондай алқа болмаса да, осындай тынымсыз еңбек ететін деген бір алқа тауға болады сияқты меніңше. Рахмет, көмектесіп маған су әкеліскен. Арбаңызда әжептәуір ауыр екен. Су әкеліскеніңізге. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз көрдіңіздер. Мен шаршап қалдым кәдімгідей. Біздің кейіпкердің, яғни Орынкүлдің тынымсыз еңбегін біз бүгін көрсетуге тырыстық. Шынымен де таң атқаннан кеш батқанға дейін бір бос уақыты болмайды екен. Тіпті теледидар қарауға уақытыңыз жоқ, иә сіздің? Қазір тамақтың уақыты келді. Біз бағанадан бері қоспа істедік, талқан жасадық, жент істедік, диірмен тарттық, қойға барып келдік, иә. Қаншама жұмыс жасап тастадық. Енді қазір кешкі астың уақыты болды. Тамақ жасамасаңыз үйде ене бар күтіп отырған. Қазір жолдасыңыз келе шаршап шалды қып, иә? Ол міндетті де ұмытпайсыз ба? Оны, конечно, әрине ұмытпаймыз.
Баянауыл ауданына қарасты Қаражар ауылындағы сапарымыз осымен аяқталды. Күтіңіз, сіздің ауылға да келеміз.